ал география бөлім бойынша жиынтық бағалауда мен өзімдің жасаған пиза тапсырмаларымды сіздермен бөлісемін. Енді бұл жерде тақырыбы Қазақстан аумағындағы геологиялық тарихы мен тектоникалық құрылымы, минералдық ресурстарды өндіру және өңдеу орталығы, Қазақстанның минералдық ресурстарын баға. Енді бұл жерде модельдеу әдісі бойынша балалардың жұмыстары көп болды. Мынау енді бұл жерде сөйлемейтін, жаза алмайтын ер заттар мынау. Үйдің моделін жасап келген, яғни балалар тапсырма бойынша өмірмен байланыстырады. Одан бәрібір сол оқу, ода 90% көрсетіп тұр, жаман емес. Осы жолғы мендегі БЖБ-да, ТЖБ-да тапсырмалары балаларға өте қызықты болды. Менде сапаны көтеріп кеткен сол БЖБ мен ТЖБ-ның сапаларына болу керек деп ойлаймын. Себебі көрсетіп тұрған қазақ тілі. Қорымдарының бірі осы болып табылады. Ол жерде ең құнды дерек біз айтып өтетініміз, бұл жерде алтын адам табылған дейміз. Яғни бұл Сақ ханзадасы 18 жас арасындағы ханзада болып есептелінеді. Ол жерден қорғаны Еңбекшіқазақ ауданы Есік қаласында сақталған